Венада қазақстандық студенттердің арасында футболдан чемпионат өтті. Спорттық шараға Австрия, Германия, Польша және Чехия елдерінде білім алып жүрген 100-ге жуық отандасымыз қатысты. Қазақстанның Австриядағы елшілігі ұйымдастыратын турнирде жергілікті қазақ диаспорасының өкілдері де бақ сынасты. Жыл сайын өткізілетін бұл жарыс бүгінде дәстүрге айналған. Елден жырақ жүрген студенттер үшін оның маңызы зор. Өйткені Еуропада білімін шыңдап жатқан жастар осы сайыстың арқасында бас қосып, бір-бірімен етене жақын араласады. Ал Италия, Венгриядан келген отандастарымыз бұл жолға чемпионатқа қатыса алмағанмен спортшыларға қолдау көрсетіп, жерлестерімен емен жарқын араласып марқайып қайтты. Енді біз осы жерге жиналып жатқанымызға мен өте қуаныштымын. Бұл дегеніміз тек қана футбол емес, бұл жерде жиналысып, басқа елдерден, осы жылы Вена, Австрияда, басқа елдерден, Польша деген, Германия деген елдерден біздің қазақ қыздарымыз, қазақ балаларымыз, енді Қазақстаннан келген балалар бәрі осы жерде жиналысады. Спорт та керек, спорт ұмытпау керек.